Таптырмайдың ашқысы. Сәттібек, жаңбырдың астында қалсан да мәссің ғой? Жаңбыр. Жұлдызым, қалайсың? Ой, жаңбыр құйып тұр. Қатты құйып тұр ма? Иә. Не дейсің? Мәссің ғой деймін жаңбырдың астында қалсан да. Әрине, бүгін ғана 3 үй саттым, әрине мәз болам. О, молодец. Оның үстіне бір апта болды ғой, мына жаңбыр қоятын емес қой. Иә, бірақ. Серкіреп жауып тұр, офисқа бардым. 4 офисыма да бардым. Жұмыс қызып жатыр. Сөйттім да қой, кеш батпай тұрып, үйге жетіп алайын деп жаңбырлатып келдім. Күшті, сен үшін қуаныштымын, бірақ енді мен тағы да бір күн үйде болсам, бар ғой, точно алжасып кетемін. Жолдыз, шай тауысыпты, қарамайсың ба? Ой, Сәкөш жаным келіп қалыпты ғой. Мамам, қалайсыз? Ай. Бүгін қалайсыз? Ой, жақсымын. 3 күннен бері үйде қамалып отырсам да, әйтеуір жаман емеспін. Әй, Сәкөшмай, үйде әңгімелесің бір жан жоқ. Көрдіңіз бі, мама, біздің үй 3 пыстырады. Сіздің үйіңізде қызғырақ шығар деп ойлайын. Үйіңе қайт дейіп тұрсың ба сонда, а? Жоға, вы что? Мына, күздің суығында жұрт итін далаға шығармайды. Ой Алла, далада жаңбыр, жел, найзағай, төбеме жай түссін дейсің бе? Ой, айтпаңыз. Мама, төбеңізге жай қайдан түседі қойыңызшы сізде. Ой, жарайды мейлі. Далаға шыға алмайды кім. Барып, бір кесе қымыз ішейін. Шай алмапты ғой. Ей, Жұлдыз, жан мамам қаласаң, қазір алдап сулап, шоферға салып, үйге жібере салайын. Білем, кішкене мінезі бар, оны ашуың. Жарайды, қойшы, Сәкөш. Керек емес. Енді мамамыз не ғой, үлкен кісі ғой. Үлкен кісілер енді кішкентай бала сияқты болады ғой. Көңіл бөле салайық, анамыз ғой біздің. Жұлдызым, сен қандай адамсың, жаным? Ей, жаным. Еще ақылдысың ғой сен, жаным. Ой, қойшы. Шын айтасың ба? Әлде бірдеңе сұрағың деп отыр ма? Жоқ, шынымен реально жақсы адамсың, ақылдысың, Жұлдыз. Оның үстіне мамамның үстіне басына жай түссе білесің ғой, кімді кінәлайтын сосын. Білем ғой. Айтады сосын Жұлдыз әне есіктен далаға шығарып жерді деп. Ай, Жұлдыз. Ана, ваннаға таза полотенце апарып қойдың ба? Иә, барып қойғам. Бүгін бе? Иә, бүгін таңертең. Онда ана иіс, мен жақсы көретін иіс сабын апаршы. Мен барып ваннаға түсіп алайын жарай ма? Содан кейін барып мызғып аламын. Жарайды, мамаға. Дем албасаңшы. Иә. Бүгін не болды? Тағы не болды бүгін? Жаңалықтар бар ма? Димаш пен қымбат суббота күні коктейль жасаймыз дейді, келіндер деп отыр. Қойш сол Димаш, кима деген бит байтпайды. Су ішіп алайын. Сосын кім звондады? Саған бір адам звондады. Қазір. Кім? Қазір жазып алғам ғой атын. Азат Шерзат деген. Азат Шерзат? Иә, сені сұрады. Оны танымаймын мен ондай адамды. Ай, сен мен кішкентай кезімізден доспыз дейді. Бірге өстік дейді. Чота есіме түсіп тұрған жоқ. Жаңағы сен, ол, Арман, жиенің жаңағы Айша дейма кешке жақын үйдің сыртында кездесетінбіз дейді. Кімді айтып тұрсың ғой сен? Бетон Шерзат демейсің бе? Қақтағы сен қызықсың ей, Жұлдыз. Қайдан білейін, бетон, асфальт қызықсың сенді. Не қыл дейді ол? Қызығаттар ғой өзі. Азат Шерзат деген сол анау бетон дейтін біздің ауылдың менің нем ғой, досым ғой. Не қыл дейді ол? Бірдеңе деймін не? Не, сені сұрады, мен айттым, қазір енді біраз ағасын үйге келеді дедім. Сен немене мен келеді деп айттың ба, үйге келеді дедің ба? Еді? Неменеге айтасың, сен қызықсың, ондай нәрсені айтуға болмайды ғой, мен неменеге келеді деп айтасың?
Сен жындысың, Енді сенің досың емес па? Кездеспейсің ба енді, досың ғой? Кездеспеймін мен. Көргің келмей ме? Досым емес ол. Кездеспеймін, оның үстіне мен ондай ұнатпаймын оны. Вообще ұнатпаймын. Ойбай, жақтырмайтын болсан немене онда жиенің Айшаңды кездестіртіп жүрсің бірге? Ол келді ғой деймін. Мен жоқ де. Ой, жындысың, кімге жоқ деймін мен? Жоқ де мен. Мұрат. Жұлдыз ханым, сізбен кездесу біз үшін үлкен мәртебе. Иә, біз үшін деген енді кім ол? Гүлім, Диди және мен. Мұрат, сен ба, қалайсың? Ондай болса, кіріңдер. Рахмет. Қараңыз, ғажап емес па? Иә. Нағыз Керемет. Дифенбахия. Сосын ба атын Диди деп қойғансың? Мұрат, саған кешкі тамаққа қал деп айтқым кеп тұр, бірақ Дидиіңе тың айтқыш жоқ ғой, ренжімеші. Жоқ, біз үйден тамақ ішіп алдық. Солай ғой. Жұлдыз ханым, сізге бір өтініш. Айта ғой сондай Апта өтініш. соңына дейін Дидиге бас көз боласыз ба? Бас көз дейсің ба? Иә. Ками екеуі тіл табыса алмай жүр. Ками деген не шығар, кактус шығар ана. Жоқ, өсімдіктің атын қалай Ками деп қояды? Ками деген ол Камила. Менің көңіл жарастырып жүрген қызымның иесі. Менің сүйген қызым. Апта соңында маған қонаққа келеді. Сосын? Өз маған бұлай құлақ қапты. Бұлай айтқанда сынып. Енді мендей жігітке қалай ғашық болдым. Қызбен жүрмейді екен деп Күшті болды, жақсы болды. Жарайды онда, Мұрат, сен уайымдама. Мынау енді гүл деген миды ашытпайды ғой. Жақсылап, қарап өзім. Қарап жүрем гүліңе. Жарай ма? Бас көз болып. Барып енді су алып келейін, су құяйық гүлге. Суын қалай, қанша мөлшерде қоясың? Көп емес. Көп емес па? Жақтырмай ма суды? Кішкенеден, бірақ күннен шіреді. Жарайды онда. Ди. Сен осында тұра тұр, қазір мен су алып келейін, Бірақ сізден өтінем, ана тиіспей қойыңызшы, сүртпей қойыңызшы, өзім сүртем. Жарайды. Сүртпесем, сүртпей. Ало, үйде ешкім жоқ. Сәттібек мырза, сізде бәрі дұрыс па? Дұрыс, бәрі дұрыс. Неге біртүрлі болып жүрсіз? Біртүрлі болып жүрген жоқ, бәрі дұрыс, нормально бәрі, жақсы. Енді сіз бір орында тұра алмайсыз. Сізде апатия, депрессия. Болмаса сізде бәрі дұрыс емес. Менде дұрыс емес, өзімде түсінбей қалдым. Мен, мынандай болған ғой. Бір дос баланың басынан бір оқиға өтті. Дос баланың дұрыс емес, Ана дос бала, бүйткен, дос баланың ақшасы жоқ, жағдай жоқ. Сонымен жаңа мамасы жұмыс жасайды, екі жерде жұмыс жасайды. Сонан кейін жаңа дос бала тұрады да, мамасы айтады ғой, мен екі жерде жұмыс істеймін, күн көре алмаймыз, бірақ балама сыйлық алам. Балам жалғыз енді. Туған күніне жыл сайын қымбат сыйлық алам дейді. Сонымен бала тұрады да, көршінің үйінен естіп қояды ғой әңгімені. Мамасына айтып жатқанша. Сөйтеді да, не істеймін, мәссаған, мен мамама әлі күнге дейін подарок аламадым ғой дейді да, барады да. Екінші досын шақырып алады. Бергел екеміз барайық та, сенде мамаң жоқ қой, сенде күнің нашар ғой, давай екеміз магазин лақтырайық дейді ғой. Лақтырайық? Түсінбедім, лақтырғанда қалай? Нені? Сөйтеді жаңағы екі дос барады да техничный магазинге кіреді ғой. Кіріп, екеуі бүйтіп, кіріп, ана күн өрінген нәрсен бәрі. Түк қой, түк жоқшылықта өскен ғой. Не болса соны алып сала береді ғой, толтырып. Бұлай, мына жағына салып атамыз сол кезде. Сала береді екеуі. Екеуі салат, анау-мынау деп не қылып кезде салат жейді ғой екеуі. Салатты, анау вареньені араластырып, салаттан жейді досым ол кезде. Салат, шертапалақ дейді ғой бізде. Соны алады да жейді. Дудуға осында су жете ма, осынша көбірек құяйын ма тағы да? Жоқ, Дуду емес. Диди. Диди. Сонымен жаңағы. Бұл жақта енді күннің көзі жоқ, барып кухняға алып кетейін, о жақта жақсы жарық түседі. Жарық керек қой гүлге өсу үшін. Клубникадан жасалған бар, вишнядан жасалған вареньені
Ой, ол досым мен аға қос жемейді вареньені. Ішеді ғой. Содан. Білесіз бе, мен вареньяның джем деген варенье жақсы көремін. Ол деген ана алмадан жасалған. Сол түрі маған қатты ұнайды. Короче, содан қоя тұршы. Не сөйтіп алып шығып бара жатқанбыз. Аналар шығып бара жатқан ғой. Екеуі шығып бара жатқан кезде. Тоқтаңыз, сонда жаңа банкыдағы вареньені қалай қалтасына сыйдырған? Қаяқтағы варенье, мен айтып кеттім. Қандай варенье? Варенье емес. 1000 теңгелік духи, сосын 5 пачка носки, в общем, сағат соны ұрлап шығып бара жатқан кезде Охранникке ұсталады. Жоқ, охранникке ұсталмайды. Ана шығып бара жатқан кезде анау сатушы, ой екеуі кіргенде духидің иісі шықпаған ғой, қайдан білсін, олар сеппейді ғой, ақшалар жоқ қой. Ананы ұрлаған кезде духидің кірішкісі ашылып қалған кезде ана шығып бара жатқанда иісі шыққанда анау. Ей, не сендер дегенде ұстап алған ғой, короче. Екеуі. Ана байқұс, анасына сондай сыйлық жасамады ма? Ой, сол жылы, келесі жылы да вообще жасай алмады. Екеуі колонияға ақшалары жоқ, беретін адвокат жалдайтын, анау жоқ, мынау жоқ, сонымен колонияға кеткен ғой екеуі. Сәтбек мырза, сіз ана осыны естіп қоймасын деп Бақтыбек пен Жұлдыз ханым естісе, менің олардың алдында абыройым түседі деп ойлайсыз ғой сонда? Жоқ, қалай, иә, не? Мен қайдан біліп қойдың өзім туралы айтып жатырмын? Жоқ, енді білгенде... Досым туралы айтып жатырмын ғой мен. Жарайды, сен біліп қойдың, білгішсің, иә? Точно білгішсің сен. Жоқ, енді өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Мен басқа досымды айттым. Жұлдыз бен Бақтыбек екеуі білмей-ақ қойса екен деймін. Сәтбек мырза, мен түсініп тұрмын. Сіз ана Бақтыбек пен Жұлдыз ханым естісе, сіздің абыройыңыз, енді абыройыңыз төмен түседі деп ойлайсыз ғой. Солай ғой. Сол ғой енді. Олар жарайды, сені қойшы, досым. Анау оңбаған бар ғой, жексұрын сұмырай келіп, мыналарға соны айтып қоймаса болды енді. Сіз маған сеніңіз. Мен ешкімге айтпаймын, тіс жармаймын. Ешкімге ештеңе демеймін. Молодец, саған ризамын, досым. Сосын бар ғой, бұлшы. Оңбаған қолының жымқырмасы бар. Баяғыда Жұлдыз екеуміз үйленген кезде сағатым болған, сосын 3000 теңге ақша болған, 5 пачкандай самопал нәски болған, соның бәрін алып, ұрлап кеткен ғой оңбаған. Онда ана оңбағаныңыз барып тұрған оппортунист? Оппортунист емес, мен сағатымның маркасы Омега. Білесіз бе, менің кіші көкемнің басынан осындай оқиға өтті. Бірақ ол кісі вообще банк тонаушы болады. Қараңыз, ол шантажистерден неғұрлым 2-3 қадам ақылды болып шықты. Кім, қаным, немелі шантаж? Шантажистерден. Қараңыз, ол шантажистердің жаңағы қолындағы козырын алса, сол кезде олар менің көкемнен жеңіледі. Соны түсініп, бірден таныстарына барып, жаңағы неге барып, банкеге барып, неге полицияға барып, бәрін айтып берді. Мойындады, мойны алды. Сол кезде ана шантажистер маңайына жоламайтын болды. Ой, жақсы ғой мынау. Маған да керек осы. Сөйтіп құтылды. Бірақ қазір енді түрмеде камера өте тар деп шағымданады. Бірақ оған қарамастан бәрі жақсы. Құдайға шүкір. Бірақ жақсы іс болды деп айта алмаймын, әрине. Масқара ғой мынау. Кім? Мен барып ашайын, не? Или сен кетіп баратсың ғой, қазір ашық саласың ба? Мен егер ана астындағы бана дос бала болса, жақсы, сол болып қала ма деп ойлап тұрмын да. Сәтбек мырза, сана Диди мен үшін қоштаса салыңызшы. Әйтпесе мен ана драмалық сахнаны жақтырмаймын. Рас айтамын. Мені жоқ дей сал. Жоқ дей сал анау болса. Аха, жарайды. Димаш мырза, қандай сюрприз десем сіз екенсіз ғой. Сюрприз? Иә, Сәтбек мырза мұнда тығылып. О, Сәке. Жақсы, сау болыңыздар. Қалың қалай, Сәттібек?
Бірдеңе сұрайын деп келсең, оған жауабым жоқ. Құдай қосқан Нәқ досым. келдің. Тағы да бір нәрсе сұрайын деп келдің ба? Сәттібек, біздің қонақтарымыз саған точно ұнайды. Өйткені ол жерде детективті роман жазатын жазушылар болады. Әнеки. Ей, қойшы сен. Жазушы бір-бірлерің бәрі, солардың бәрі бір түрлі қойыздар. Қуып кеткен ғой, керек емес маған. Бара бер. О не дегенің? Сәке, жақсы бір детективті роман жазу үшін де жақсы жұмыс істейтін бас керек. Бұлар романдарда кейіпкерлер түрлі шытырман оқиғаларға тап болады. Оларды сол шырмауықтан енді құтқара алмайды деп ойлайсың. Бірақ жазушылар соңында бір амалын тауып, кейіпкерлерін құтқарады. Әне. Мынауың, керемет қымнау. Димаш? Бауырым, досым, бауырым. Орыстанып кетсең де жаңа қазақ болып, солардың ішіндегі тәуірім, досым. Мынауың жақсы болды. Досым, сен енді мынау білдей екі банктың бастығысың, мықты жігітсің, өзің әйтеуір сондай қанша бай болсаң да әйтеуір қарапайым, мынандай жігітсің ғой, досым. Сенің бір оққан, көрген, білгенің бар. Қанша дегенмен оқымыстысың, интеллигентсің, досым. Маған бір көмегің керек болып тұр, бір хикая, может, естіген шығарсың, бір хикая айтып берсем. Айтып бер. Бір дос балам басынан өткен хикая. Короче, ана дос бала басы бәлей қалады, в общем, біреулер оған, короче, артынан оңбаған адамдар шантажировать етіп, мен сені айтам, соныңды бүйтем, сөйтем деп жүр, соны не істеуге болады, айтып берші дейміз. О, есіме Виктор Гюгоның «Қуылғандар» романы түсіп отыр. Кім? Гюго? «Қуылғандар» енді кітаптың аты ғой. Оқып едің? Жоқ. Содан? Содан сол кітаптың бас кейіпкері Жан Вальжан ұзақ өмір бойы соңынан қалмай жүрген бір жаман адамның кесірінен қатты қиналады. Бірақ соңында еркіндігімен қауышады. Қалай? Еркіндігімен қалай сонда қауышады ма сонда? Қалай не істеген соны? Енді сол жаман адам өз-өзін өлтірмей ме? Өз-өзіне сонда қол жұмсаған ба? Қалай болған? Иә? Жоқ, өз-өзін қалай сонда? Анау не істеген сонда анау? Артынан жүгіріп жүреді, соны не істеген сонда? Ол байқұс, ол да өледі. Ол да тұншығып өледі. Канализацияда. Қалай ол өледі канализацияда? Қызықсың сен. Бар, коктейль, бір бәлеңе шақырып кеп тұрсың ғой, сене қайта бері бар. Ұнамады маған. Сосын ана Гюгоңа айт барып. Ана канализацияда неменеге тұншық тұрады оны? Ананы өлтіріп тастамай ма онда бар? Айт бар. Жарайды, Сәке, көрген кезде міндет түрде айтам оған. Сау бол. Канализацияда тұншық тұрып. Кім шығып кетті үйден? Ана Астраханның Димаш деген бәлесі ғой. Аш. Бар өзің аш. Мен жоқпын. Енді кім мына жерде тұрған? Аш дейді. Жүрсін, сәлем. Сәлем қайда? Сәттібек. Жүрсін кеп тұр саған. Жүрсін қалайсың? Сізге астында бір кісі кеп тұр. Қандай кісі? Шерзат. Оны кіргізбей, не в коем случае мені кіргізбей. Сәке, мен де соны біліп сізге ескертейін деп тұрмын ғой. Молодец, жарайсың, мен красавчик. Жүрсін, кіргізбей шана. Кіргізбейін бе? Оңбаған адам, кіргізбей. Кіргізбейін. Құп болады. Молодец, кіргізбей. Не болды, Сәттібек? Ау. Не болып қалды? Анау енді мазаламайтын болды мен. Уверенсің ба? Уверенмін. Ана.Ошын болсам мазаламайтын болды. Шерзат. Сен менен осылай оңай құтыламын дейсің ба? Мен номерімді қайдан алған, а? Қай десеш? Шіркін-ай, қанығы түскен қандай жақсы. Денем жібіп кеттіші.
Төө, мама, тек зәремізді алдыңыз ғой. Қалайсыз өстеу? Үй, не дейсің, ей? Адам. Мен дейтін, аяғым қайдан жерге тимей дейді. Әй, жаңа ғана ванныға жатып, мызғып аппын да. Ой, рахаттанып, ой, не дейсің, мен сен ана кремдерің бәрін аяғыма, қолыма, бетіме жағып, қандай еш жақсы. Керемет. Әй, өзің алғанда маған ала салмайсың ба, не? Жарайды онда. Келесі рет алып беремін сондай крем. Қандай рахат десейші. Күн жылынды. Сіз біздің үйде қала беріңіз, үйіңізге асықпай-ақ қойыңыз. Ай, жоқ, қалмайым. Неге? Не бар? Әңгімелесіп шүйіркелесетін бір адам болсайшы. Енді бірге үйде Одан да үйме барайын қанша әдем болса да үйме барып, ана жатқаным рахат қой. Жарайды. Сонымен кетемін. Мама, егер далаға шығып баратсаңыз, біреу подозрительно бет қарап тұрса, маған айтыңыз, е? Ай, балам-ау. Мен далада кетіп бара жатқанда біраз еркектер бір түрлі қарайды. Көңіліңе алма. Бірақ анаң әлі жас. Құдайға шүкір, еркекті қараталамыз. Мама, оны айтып жатқан жоқпын ғой мен. Енді. Барсаңыз, бара беріңізші. Ой, абай. Кетем. Қуып жатсың ба? Кеттесе итте кетеді. Кеттім мен. Жолды сау бол. Дұрыс түсінбедіңіз ғой, сәй көшті. Жоқ, Айтқысы келген жоқ оның. Неге? Дұрыс түсініп тұрмын. Бірақ келесі ретте келгенде звондап қойыңыз, я ертерек мен шайма бәрін дайындап қояйын, бірге отырамыз. Жарайды. Шай ішіп. Жұлдыз, сен күтсең, келем ғой. Бірақ дұрыстап күт. Маған ана крем-бремдерді алып қойғыды. Сондай, есі жақсы екен да. Жарайды, мамочка, давай. Медитация жасаудағы ең алғашқы біздің мақсатымыз ол өзіміздің ойымыздағы, санамыздағы керек емес ойлардан арылу, өзіңді сондай жақсы сезіну. Егер сен ойыңды тазартатын болсаң, бұл өте ғажап. Сен, Адюша, сен ұмытпа, сыртқы факторлардан арылу керек. Оның не екенін білесің. Не? Телефон. Телефоныңды қой, Адюша. Қойдым, мам. Жан айтып кеткендей, жан дүниеңнің тыныштығын жақсы сезіну үшін сен ойыңды, санаңдағы керек емес нәрселерден арылу. Адюша. Мам, бір рет қарай салайыншы. Маңызды ма? Маңызды. Лекциялар ғой, маңызды болмаса телефонды қасыма қоймас едім. Адюша, қызым, жарайды. Медитация біткеннен кейін қарайсың. Ал енді терең демаламыз. Ой, мынау кім болды екен, а? Мам, енді бұныңыз жарамады. Енді қызым. Концентрацияңызға не болды? Доча, что-то концентрация болмай жатқан сияқты. Телефонды алып тастаймыз, мам. Ескі досыңды осылай қарсы аласың ба? Бұның дұрыс болмады, балаңда зіңгіттей дәу жігіт болып өсіпті. Шерзат. Мұнау Бақтыбекті қақтың көріп жа? Бақтыбекті қайдан көріп жүр деймін мұнау? Кімді көріпті? Не айтып отырсың? Мен мұна точно сол. Құдай білет ма сол. Не істейін деп атсың, Сәттібек? Ашпайсыздар ма тезірек? Ей, кілтің қайдан? Сол кілтке бола тәпішкеме орайын деп атсыз ба енді? Жоқ, мен сен ана.
Кім екен деп қалыппын ана, просто ана, кім деп қалыппын ана біреу екен деп, Шерзат екен деп қалыппын да. Шерзат дегем? Қалай, не болды? Ей, сен ана сырттан аңдып тұрған ешкімді көрген жоқсың ба сені? Біреу бүйтіп подозрительный біреуді көрген жоқсың ба? Қалай көрем? Далада жаңбыр деген құйып тұр, былай келдім. Үстің басын су Кір, өтті ғой. ішке кір. Шешін енді тезірек алып қаласың қазір. Киімдеріңді ауыстыр. Мама, мен комнатама барып Иә, киімді ауыстырып кел бір. Ауырып қаласың, ертең соң сабағына бара алмай қаласың. Не? Алло. Қалайсыңдар, жақсы ма? Жақсы. Дей сап қалды. Шерзат? Қалайсың? Естімегелі біраз болды ғой, досым. Иә. Өздерің қалай? Жақсы ма? Ау? Иә. Аха. Шерзат, қалайсың ей? Нағып звондап атсың? Не істеп жүрсің, Алматыға келдің бе не? Нағып келдің? Иә, үйленгеннен кейін бері. Әрине, ер жетті ғой бала, өсті. Иә. Мені мазалай берме, мен кетіп барадым. Бүгін жолғамаймыз бүгін, жолғамаймыз. Мен кетуім керек бүгін. Қонаққа кетіп барадымыз. Қайда, астында тұрсың ба не? Астындасың ба? Астындасың ба? Ондай болса, 2-ақ минутын аласың ба? 2 минутын алатын болсаң, онда давай, иә. Сыртта күтесің ғой. Далада күт. Хорошо шығам. Жарайды, давай. Звондайым өзім, давай. Мұна. Қайдан жүр екен мұны, не істесем екен бұны? Қазір жүрсін кез звондап жіберейін. Таптым. Алло, жүрсін. Қалайсың? Денсап қалай? Жақсың ба? Сен осы армияға барған жігітсің ғой, охранниксің ғой сен, бағана айтып едім ғой, білесің ба? Мені бір өздеп жүр деп. Сол сыртта тұр. Давай мен саған рахметімді айтам, ақшаңды жақсылап тұрып берем жазда. Ау? Берем дейм, жақсылап тұрып. Білесің ғой өзің. Давай бір-екі приемды көрсетіп, анам бытшын шығаршы. Бытшын шығар, өлтір. Давай, хорошо. Бол, жақсылап рахметін айтам. Хорошо, давай. Тас, пақ, етті сындырып таста, ұйықтатып таста, кемейтіндей болсын. Инвалид қып таста. Давай. Шешілді мәселе. Доча, дұрыс айтасың, ерте өйткені сен оқуыңды бітіруің керексің. Сосын тұрмыс туралы ойлана жатармыз. Айтпақшы, Бақтыбекпен араларың қалай? Вроде жақсы. Вроде жақсы деген қалай? Ұрсып қалдыңдар ма? Жоқ, ұрысқан жоқпыз. Бірақ сізбен өз жігітім туралы әңгіме айтқан бір түрлі екен. Адюша, мен сенің анаң ғана емеспін. Мен сенің құрбыңмын. Жоқ, мам, білем ғой, бірақ бәрібір де бұл жеке тема ғой. Адюша, білесің бе? Сен кез келген уақытта менімен сөйлесе аласың. Әрине, енді сенің құрбыларың бар ғой, селфи-мани деген. Ол құрбыларыңа ұқсамайтын шығармын. Дегенмен, мен сені жақсы тыңдаймын. Білем, мам, негізі оны айтқым келген жоқ. Бәрібір де сіздің орныңыз маған әрқашанда бөлек. Мам, селфи демекші, давай текіміз фотоға тек. Давай. Менің мамам бәрінен де сұлу екен көрсін. Кән. Ой. Мам, не айырылып шығып отыр? Не дауыстар шығып отыр? Ой, білмеймін, әкең ан жақта жынданып жатыр.
бірдеңе айтып өмірімде естімеген боқ ауыз сөздерді айтып жатыр. Проблемам бәрін шешіп тастадым, мәселем бәрі шешілді. Ай, енді бізге айтпайсың ба? Не проблема ол? Үйді басына көтердің ғой? Не проблема отыр, папа? Ой, ешқандай проблема емес. Нормально бәрі, шешіп тастадым. Не ғой, давайте бәріміз семейный бір қыдырайықшы, киноға барайық, сосын неге барайық, қайқа барасың, балам? Шын айтасың ба? Барайық. Неге барайық? Киноға барамыз ба? Киноға да барамыз, енді мен не ойнап тұр ғой дейсің. Киноға баратын болсақ, онда мен әден алып алайын. Конечно, алып ал. Жақсы. Ой, сөйтіп, Мегаға барайық. Барайық. Жақсы бір кино көрейік. Бармалы брат. Попкорн алып, Сәтбек мырза. Не болды мынаның түріне? Ой, не болды? Қараңыз. Масқара. Жүрсін, Не болды, мырза? Ойбай. Не болды? Келген жасадым. Не болып қалды? Қолынан келген жасадым. Не болды? Тыныш, сөйлеме. Анау зібер екен. Су алып кел, тез бол, су алып кел. Сындырып тастадым мен. Абайламайсың ба? Тыныш, көп сөйлеме. Байқандар. Жаурадым. Мына, Су. жаураған дейсің. Хай, тез, суын әкел, бол. Болсаш деді. Папа, су. Бер. Су. Қай жерің жаурап жатыр? О, бірден шығып болды. Еміне мына қуып кетті ғой. Өх, мен шынымен де бірден оқалдым өтсем, мен бағана астында ғана бекер жібердің, сен ұры жібердің ба не? Сен айтып отырсың, каратистпін, мықтымын, черный пояс, красный пояс деп. Ай, мына жақта тұрмай. Қолдана алмай қалдық қой. Приемдарын қолданбайсың ба? Жоқ, мен ол жігіттің приемдарын көрдім. Мен үйге кіріп бара жатқан жерінде жүрсінді көрдім. Ана жігітке бірген дейді. Ол жігіт тыңдаған жоқ, жауап берген жоқ. Бірден жағасына ұстап алды да бір-екі Біздің ауылдың жігіттері қарақшы қой, бекер жіберген екем сен. Қайта ана мұрның бет қып жермегенде Құдайға шүкір де. Ой, Сенің бұл оқиғаға қандай қатысың бар? Бандиттермен связің бар ма? Не қып бізге айтпайсың? жоқ, қатысым жоқ, жай анау не ғой? Ештеңе жоқ, Не? машин. Нормально бәрі. Анау әкеңді көрдің ба? Бірдеңе жасырып жүр өзі. Сен осылай проблемалардың бәрін өстіп шешкің келді ма? Ай, дауыстап оқымайсың ба? Біз де естейік та. Короче, өзім проблемам. Мен проблемам, сен дертке емес, өзім шешем болды. Мұрат, жақсы, жүрсін. Рахмет. Аға, жақсы. Жүр. Менде кітап бар, Мисанка үйретім. Жүр. Не болып кетті, әке? Айтасың ба? Вот, міне жағдай бүгін осындай болды. Анау бірдеңе бізден жасырып жүр, айтпай жүр маған. Осы бар ғой, түбі жақсылыққа келмейді деп ойлаймын мен өзім. Жұлдызка, Құдай сақтасын, енді апасынай нәрсе емес шығар. Қалай ойлайсың? Мүмкін Сәттібек құпия агент шығар, Қайда құпия агент? Құдай-ау. Сәттібектің қай жерін Жоқ. агентке ұқсатасың? Қорқытпашы адамды. Енді Жұлдыз өзің айттың ғой. Оны біреу аңдып жүр. Аңдып жүр, иә. Постоянно телефонына смс-тер келіп жатыр деп. Иә, телефон қолынан түспейді ғой оның. Иә. Бірақ қайдағы агент болмайды андағы. Жоқ. Бар ғой енді анау кім? Жүрсінді көрсендер ғой. Жүрсіннің түрі деген масқара ғой. Ойбуй, ана жүрсінді сөйтіп сабалап тастады ғой. Соған қарағанда бір серьезный жағдай болып отыр. Серьезный жағдай. Иә, оның рас. Бүгін Жүрсінді көрдім мен. Иә. Беті мына жақта, Иә, мына жақта. мына жақта, иә. Бет көгала қойдай бар ғой. Тоқтай тұрыңдар. Бүгін таңертең Сәттібек маған бір оқиғаны айтып берген. Бір оқиға. Не дейді? Мен ол оқиғаны Иә. Қуылғандар хикаясына ұқсаттым. Хикая? Ол қандай хикая? Иә. Менің ойымша, оны біреу қорқытып жүр. Кім қорқытады оны? Не үшін қорқытады оны? Енді бұны бәрін білетін болсақ, бүкіл сұрақтар шешілетін еді. Бар ғой, құрсын. Мен қазір үйге барам. Онымен отырып сөйлесем. Әйтпесе мазам қашты бар ғой. Ұйықтай алмаймын мен енді. Жұлдызка, не переживай. Бәрі жақсы болады. Уайымдама. Иә. Жарайды, сендерге рахмет осындай поддержкаларына. Барайын мен үйге. Күтіп қалған шығар олар үйде мені, иә? Давайте, сау болыңдар. Ал, келіп тұр. Сау бол. Иә. Сен не айтып кеттің? Қайдағы агент? Құпия?
Агент қой агент, енді түріне қарасаң тура агент сияқты. Сәттібек. Әке, ішетін бір нәрсе келіп берейін бе кухняда? Жоқ, ештеңе ішпеймін, ешкім келіп тұрған жоқ, балам. Рахмет. Жаным, қайда жүрсің? Кималардыкінде болғам ғой. Түріңе не болған? Что-то быт-шыт болып тұрсың ғой. Жоқ, нормально, бәрі күш жинап жүргем ғой өзім, нормально. Қайда жүрсің, тамақ жейікті? Қарындарың ашты ма? Қазір мен тез дайындай салайын тамақты. Жақсы идея мама. Жүріңдер, қарындарың ашты Қарны ғой. ашып тұрады. Қобарып холодильниктен ештеңе тапқан жоқ. Енді келдер қазір тамақ жасаймын тесімен. Бара берсеш бар, кухняға бара бер. Тамақ ше бер, артынан келем. Сәке, есік алдында тұрмын. Мен саған жолығым керек дейді. Мына бәле мен позорым шығарайын деп жүр ғой мынау, а? Семьям бәріне айтып позорым шығармаса болды ғой. Жұлдызым, Бақтыбек. Кеш, Жұлдыз, кеш. Бір әңгімен бар айтады. Тасташ, кеш. Сендерге менің бір айтар әңгімем бар. Не болды? Не әңгіме? Жұлдыз, мен сені жақсы көрем. Айта берсе көш, не болды? Айту мен үшін қиын болып тұр. Қиын болса айтпай қойсаңшы онда. Сөзім бөле бермеш, Бақтыбек. Бір нәрсе айтайын да сөз бөлесіңдер. Қайтып айтам мен. Қиын болып тұр. Сен неге сондай ашулысың? Не болып қалды? Жарайды, Жұлдызым, жан. Айтуға мұрша бермедіңдер ғой, айтайыншы. Екі құлағым сенде айтшы өзі. Мен сені қатты жақсы көрем, жан. Сәттібек? Осыншама жыл мен сені жақсы көріп келе жатырмын. Мен сені жақсы көргем соншалық махаббатым арғаратай. Артпаса өшкен емес, мен сені құрметтеймін, жан. Сәттібек, саған не болды? Шынымен айтасың ба? Қазір тағы да бірдеңе айтсаң, точно жылаймын ғой қазір мен. Жыламайсың, өйткені менің айтарым осы, жан. Бақтыбек, балам, 19 жыл бойы сен мені вообще ренжіткен емессің ғой. Білесің ба соны? Сосын мен бар ғой, сені мақтан етемші, ұлымшы. Егер мен сені сыртта бір жерде көріп қалатын болсам, танысып қалатын болсам, менің не деген жігіт, жақсы жігіт, мен осындай балам болса ғой деп мен қуанатын едім да. Мақтанатын едім ғой, армандайтын едім ғой. Мен де көшететін едім. Егер мен де сізді осы уақытқа дейін танымасам, көшеде кетіп баратсаңыз, не деген керемет кісі. Мен де осындай әкем болса екен деп айтатын едім мен. Ой, соншама уверен болып айтпай-ақ қой, қазір тұра тұр. Осы әңгімемді айтып болайын да, енді әлі де ары қаратай әңгімем бар. Не қып бұл әңгімені қозғап отырсың? Жұлдыз, мен осынша уақытқа дейін сырымды жасырып келдім. Қорықтым, неге сыйламай кетесіңдер ма депші. Мен 15 жасымда қылмыс жасағам. Сөйтіп колонияда отырып шықтым. Қандай қылмыс жасадың? Мен мамам туған күніне мамама духи алып берейін дегем. Духи? Духиға бола ма сол? Духи үшін. Мамам туған күні болғаннан кейін духи алып берем деп ойладым да, ұрлыққа түскем. Соның қазір міне. Сол кезде мен жазам тарттым. Сол сен бізден қорықтың, ұялдың, соны айтуға басында бізге соны айтпадың. Сол ма? Осы әңгіме ма? Енді қорықтың ғой, қайдан білейін мен. Папа, бұл жерде ұялатын сөз ештеңе көріп тұрған жоқ. Сен деген енді өзіңнің мамаңа, кішкентай балалар әрқашанда өз мамаларына жақсы бір сыйлық жасағысы келеді, көңіл бөлгісі келеді. Бұл балалық қой. Онда тұрған не бар? Егер мен де мамама тура осылай істесем, мен сөгетін бе едіңіз? Олай сөге болмай деп бытшысын шығарам, өйтіп жасама. Сонымен енді менің айтарым осы, мен шынымен де ойладымшы, қорықтым кәдімгідей. Сол ма енді анау кісің келген кісі жаңа сен шантажировать етіп жүр ма, енді сол айтып қоям деп семьяңа? Тура солай ғой.
Ей, жандарым менің, түсінгендеріңе шүкір, ей, балам. Сонша қорқып жүргеніңіз осы ма? Мен сенің жүрегіңді түсінем ғой, не бар, не жоқ, бәрін түсінем мен сенің. Ей, мен қорықтым ғой енді, осыны айтсам Несіне сендер мен. қорқасың енді айта бермейсің Мен ба? де Біз түсінем ғой, семьямыз ғой, біз. Қорқып жүрсем бәрі бекер екен ғой, ә? Сенің отбасымыз, біз бәрін түсінеміз. Керісінше әке, сізбен мақтанамыз біз. Жеңілден қалдым ғой тек. Не болды, өберінсіңдер ма енді жаңағы айтқандарыңды әйтеуір бәрі жақсы ғой, ә? Жақсы бәрі. Енді, Сыйлайсыңдар ғой мен, е? ой, ол үшін не деп тұрсың сен енді? Қалай сыйламаймыз? Отағасысың сен біздің үйіміздің. Біреу келді ма не? Кім келді? Так, мен барып, шаруам бар еді, кішкене тірлігім бар еді, жасап келейін, е, соны? Әке, может, өзім шешіп айтам? Ей, балам, ол менің шаруам, өзін шешуім керек. Папаң өзі шешеді. Қорықпа. Сендер отыра беріңдер. Қазір мен шешіп келем. О, Шәке. Ассалаумағалейкум. Сәке, не үшін шаршаттың? Оп-оңай нәрсе өзім-ақ шешіп тастайтын едім ғой, брат. Ей, Шәке. Мәселен бәрін шешіп қойдым. Проблема емес, Шәке. Қалай шештің сонда? Мен отбасыма бәрін айтып бердім. Бәрін айтып тастадың ба не? Енді бишара ретінде санайтын болды ғой сен. Қайдан айтпа, қандай бишара? Бишара деп санамайды, ойында ма? Шешілді болды. Саған керегі мынау ақша ма? Давай мен. Шәке, мына проблема шешейік. Осы ғой, өзі ұқсап келатсың, брат. Шәке, мә. Ақшаны алып, мә. Мынау аз ғой. Сен менің қаным түсіп қойдың, қанша рет шанта жері өтеттің, артынан қамайсың, еще охраннигімді ұрып тастапсың ғой сен. Ей, сандырақтамашы. Мен ұрған жоқпын. Жібер. Басын қағылма сенің? Ей, далада тұрған ғой мен. Өзі бір еңге жерге бір жетке тиісті. Сосын ол әдемілік тұрып сабады. Бұл? Қой, сен ұрған жоқсың ба не? Жоқ. Мен сен ұрдым ау деп тұрсам, бар онда қай-қай кет бар. Құралақан қайтпаймын мен, Сен, мен саған, Көрдің ба? Мұна жүрсін осыдан таяқ жеп жүрмін ба десем? Проблема деп қояды. Қандай проблема? Мамочка, вы дома? А? Иә. Деп па? Ау, бір бәлеге жолыққан ғой. Табылмай отырсың ғой. Көзді жұмып ойнаған бір түрлі екен. Анда-санда можно көзді ашуға? Все, мам, кеттім мен. Қайда? Білмеймін.